Қайырлы күн! Бүгін біз әкімшілік рәсімдердің біркелкілігі қағидатын қарастырамыз. Бұл қағидат шешімдердің болжамдылығын қамтамасыз етіп, барлық қатысушылар үшін бірдей ережелердің қолданылуын көздейді. Біркелкілік қағидаты осыны білдіреді. Барлық рәсімдер мен актілер біркелкі және реттілікпен қолданылуы тиіс. Мемлекеттік органдар құқықтық көздерді сот тәжірибесін талдап, қайшылықтарды жоюға міндетті. Үкімет пен органдар үлгілі нысандарды әзірлеп, нормалардың анықтығын қамтамасыз етуі тиіс. Сот тәжірибесінен мысалды қарастырсақ, даудың мәні контрагенттердің өзара есеп айырысуы бойынша корпоративтік табыс салығы және қосылған құн салығының қосымша есептелуі болды. Факті бойынша салық органы мәмілелерді жалған деп таныды, бірақ шығарылған қорытындылары дәлелсіз және заң нормаларымен негізделінбеген болды. Сонымен қатар, тексеру актісінде қайшылықтар болды. Қосымша есептеулердің бір бөлігі салық органымен қате деп танылса, қалғаны ешқандай негізсіз қалдырылды. Соттың негізгі ұстанымы ол, біріншіден, әкімшілік актілер ішкі қайшылықтарды қамтымауы тиіс. Қорытындыларда реттілік болу қажет және салық кодексі мен әкімшілік рәсімдік процестік кодекске сәйкес болу керек. Бұл талаптар сақталмаған жағдайда біркелкілік қағидаты бұзылады және шешімдер болжамсыз сипатқа ие болады. Нәтижесінде сот хабарламаны заңсыз деп танып, талапты ішінара қанағаттандыру туралы шешім қабылдады. Ал апелляциялық саты бұл шешімді өз күшінде қалдырды. Тағы да бір істе, дау камералдық бақылау туралы хабарламалардың болуы контрагенттердің қайта тіркелуін жарамсыз деп танылуы негізінде болды. Фактілерге қатысты салық төлеуші тауарларды іс жүзінде алғанын растайтын бастапқы құжаттарды ұсынды. Алғашқы сот сатысында сот хабарламалардың күшін жойды. Апелляцияның негізгі ұстанымы салық кодексінің 96 бабын басшылыққа ала отырып, контрагенттің тіркеуін жарамсыз деп тану туралы сот актісі болса да, салық төлеуші мәмілелердің іс жүзінде болғанын дәлелдеуге құқылы. Ал салық органдары норманы формальды түрде қолданып, ұсынылған дәлелдемелерді елемеген. Нәтижесінде апелляциялық саты формальды әдіс біркелкілік қағидатын бұзады деп растайды. Органдар заңның мәтінін ғана емес, сот тәжірибесі мен нақты мән-жайларды қарап ескеруі керек. Қорытындылай келе, ең бастысы, әкімшілік рәсімдер мен актілердің біркелкілі болуы салық төлеуші үшін болжамдылықты қамтамасыз етеді. Ал органдар қайшылықтарды жоюға және оларды туындатпауға міндетті. Сот тәжірибесін ескермей, нормаларды формальды түсіндіру біркелкілік қағидатын бұзады және сәйкесінше актілердің күшін жоюға әкеледі. Тәжірибеде бұл қағидат ұқсас істердің әр өңірде немесе әр лауазымды тұлғаға байланысты әртүрлі түсіндірілмеуіне кепілдік береді. Әкімшілік рәсімдер мен актілердің біркелкілі қағидаты туралы сот тәжірибесінен алынған мысалдармен толық ақпаратты өзіміздің нұсқаулығымызда таба аласыздар. Сілтеме бейне материал сипаттамасында көрсетілген. Назар аударғандарыңызға рахмет.